Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге қазір ондықтан аттап сандарды қалай оңай қосуға болады, балаларға қалай үйретеміз, соны түсіндіретін боламын. Бірінші тапсырма 9 пен 5-тің қосындысын қалай табуымызға болады. Бірінші қосылғышты ондыққа толтырып алу үшін біз 9-ға 1-ді қосуымыз керек. Демек 5-тен 1-ді кемітеміз, сонда 4-ке тең болады. Енді 9 пен 1-дің қосындысын жазып алып, одан кейін 4-ті қосамыз. 9 пен 1-дің қосындысы 10, 10-ға 4-ті қосамыз, 14. Енді екінші тәсілді көрсетем. 7 мен 7-ның қосындысын табуымыз керек. Демек, бірінші қосылғышты біз 10-ға толтырып алатын болсақ, біз қосындыны оңай таба аламыз. Демек, 7-ні 10-ға толтыру үшін бізге 3-ті қосуымыз керек. 7-ге 3-ті қосатын болсақ 10, бірақ осы 3-ті біз екінші қосылғыштан кемітеміз. Демек, балаға осылай жоғары жағына карандашпен қосып, азайтуды осылай көрсетіп қоятын болсақ, бала оңай түсінеді және оңай меңгереді. 7 мен 3-тің қосындысы 10, қосу таңбаны қойып, 7 мен 3-тің айырмасы 4, 10 мен 4-тің қосындысы 14 деп жазуымызға болады. Бірінші тәсілге қарағанда, екінші тәсілді бала оңай меңгереді және тез қабылдап алады. Үшінші тапсырмада 8 мен 6-ның қосындысын табу үшін, 8-ді 10-ға толтыру үшін біз 2 санын қосуымыз керек. Демек, карандашпен бұлай бала белгілеп қояды. Осы қосылған 2-ні біз екінші қосылғыштан кемітеміз. Демек, 8 мен 2-ның қосындысы 10. Қосамыз, 6 мен 2-ның айырмасы 4. 14-ке тең болды. Бұлай тапсырмалыны бұлай орындау үшін бала бірінші 10-ға дейінгі сандардың құрамын жақсы білу керек. Келесі тапсырма 7-ге 5-ті қосайық. Дәл жаңағы тәсілді қолдану арқылы 7-ні 10-ға толтыру үшін біз 7-ге 3-ті қосуымыз керек. Жаңағыдай балаға үстіне карандашпен белгілеп қоюда тапсыратын болсақ, дәл осылай бала меңгеретін болады. Енді осы қосқан 3-ті біз екінші қосылғыштан кемітеміз. Демек, 7 мен 3-тің қосындысы 10. Қосамыз, 5 пен 3-тің айырмасы 2. 10, 2-ге тең болады екен. Және осылай, мысалы айталық 6 менен 6-ға 6-ны қосайық. 6-ны 10-ға толтыру үшін біз қосамыз 4-ті. Осы 4-ті, қосу 4-ті біз екінші қосылғыштан кемітеміз. Демек, 6 мен 4-тің қосындысы 10, ал 6 мен 4-тің айырмасы 2. 6 мен 6-ның қосындысы жауабы 12-ге тең. Жаңағы айтып өткенде сандардың қосындысын бала толық меңгеру керек, сонда оңай қосатын болады. Енді ондықтан аттап сандарды қалай азайтуға болады, соның тәсілдерін көрсететін боламын. 11 мен 4-тің айырмасын табу үшін бірінші 11-ден 1-ді азайту арқылы біз ондыққа келтіріп аламыз. 4 пен 1-дің айырмасы 3. Демек, 11 мен 1-дің айырмасын жазамыз. Азайтамыз 3-ті. 11 мен 1-дің айырмасы 10, 10 мен 3-тің айырмасы 7 деп жазып қоямыз. Енді келесі басқа тәсілді, екінші тәсілді көрсететін болам. 15 пен 6-ның айырмасын табу үшін, егер де мен бірліктен бірлікті азайтатын болсам, бірліктен бірлікті азайта алмаймын, өйткені азайғыштың бірлігі азайтқыштан үлкен болып тұр. Демек, біз 10-дықтан 6-ны азайтып аламыз, 10-дықтан бірлікті азайтып алам. 10-нан 6-ны азайтып, 5 бірлікті қайтадан біз қосамыз. Демек, 10 мен 6-ның айырмасы 4, 4 пен 5-тің қосындысы 9-ға тең. Бірінші тәсілге қарағанда, екінші тәсілді балалар оңай меңгереді. 12 мен 8-дің айырмасын табу үшін дәл сол әдісті қолданам. 10-дықтан бірлікті азайтып аламын. Кейін 2 бірлікті қайтадан қосамыз. 10 мен 8-дің айырмасы 2, 2 мен 2-ның қосындысы 4. Келесі тәсілде де дәл сол тәсілді қолданамыз. 10-нан 7-ні азайтамыз. 3-ті қайтадан қосамыз. 10 мен 7-дің айырмасы 3, 3 пен 3-тің қосындысы 6-ға тең болады. Келесі мысалда да дәл сол тәсілді қолданамыз. 10-дықтан бірлікті азайтамыз. 2 бірлікті қайтадан қосамыз. 10 мен 5-тің айырмасы 5, 5 пен 2-ның қосындысы 7-ге тең болады. Балаларға да дәл осы екінші тәсілді түсіндіріп қойсаңыз оңай алып қосатын болады.